Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасындағы жекпе-жек өтуі мүмкін бе? Мүмкін болса, кім жеңіске жетеді? Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері, сіздермен бірге Өстемір Әзіретханұлы. Бүгін сіздермен біз Шавкат Рахмонов жайлы сөйлесеміз. Ең бірінші, әрине, біз қатты қуандық. UFC чемпиондығы 310 турнирі өтеді деген кезде, чемпиондық белбеу тігіледі деген кезде Шавкат Рахмонов үшін қазақ елінің барлығы да қуанғаны рас. Дегенімен бұл қуанышымыз ұзаққа созылған жоқ. Себебі Белал жарақат алып қалды. Енді 6 аптаға ол жаттығу жасай алмағандықтан бұл турнирдің басты жекпе-жегі чемпион Белал Мұхаммад жекпе-жек өткізбейді. Ал бұл тұста Шавкат Рахмонов дайындығын бастап кеткендіктен мен бұл кештің жарық жұлдызы болуға дайынмын. Тек бұл жерде Саят Абдрахманов, яғни менеджері екеуінің ұстанған саясаттары кез келген адаммен жекпе-жек өткізуге дайынмын. Тек бір ғана шартым, ол дәл осы UFC 310 турнирі және осы турнирде уақытша чемпиондық белбеу тігілу керек деп отыр. Шынымен де егер бұл чемпиондық белбеуді бұндай саясатты жүргізбейтін болса, онда алдағы уақытта чемпиондық белбеу алу жолы тым ұзарып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да Саят пен Шавкаттың ұстанып отырған саясаттары дұрыс. Дегенмен бұл жерде Дана Уайт кішкене қиындықтарға душар болуда. Бұл аралықта Перейра 310 турнирдің жұлдызы бола маған қарсылас беріңдер деп бір ақырған болатын, ал оның кейіннен хайп екендігін білдік. Енді қазір осы тақырып төңірегінде Тапурияның өзі кішкене хайп жасап қалды. Конор Макгрегор өзінің пікірлерін білдіруде. Ал шынайы қарсыластарына келетін болсақ, онда Колби Ковингтон дәл қазір көп сөйлеуде, себебі Дональд Трамптың президентке сайланғаннан кейін ол шаруаларын бітіріп, енді қайтадан өзінің негізгі жұмысына келген шығар. Және де Леон Эдвардс енді тым тырыс, ол бұрынғы чемпион білесіздер, бірақ Шавкат үшін ең тиімді қарсылас менің ойымша осы дәл Леон Эдвардс еді. Ал енді үшінші нұсқа бізде, енді бұл нұсқа менің ойымша ең жақын нұсқа, себебі Камару Усман, өздеріңіз білесіздер, өте мықты чемпион болған, дәл осы салмақтың патшасы болуына сәл қалды, патшасы болып та үлгерді. Енді сол жігіт бүгінгі таңда дәл осы Шавкатпен шығуға қарсы емес екендігін айтуда. Енді бірнеше кедергілер бар, оның барлығын сөз арасында айтармыз. Дәл қазір енді Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасында жекпе-жек өтетін болса, кім жеңіске лайық, сол жөнінен кішігірім болжам жасап өтейік. Ең бірінші Шавкат Рахмонов жасы 30-да, ал Камару Усман 37-де. UFC рейтингінде 3-ші орында Шавкат, ал Усман 2-ші орын. Бойларының ұзындығы Шавкат Рахмонов 1 метр 88 сантиметр, ал қолының құлашы 1 метр 96 сантиметр. Ал Камару Усманның бойы 1 метр 83 сантиметр, ал қолының құлашы 1 метр 93 сантиметр. Екеуі де жартылай орта салмақта жұдырықтасады, бірақ Камару Усман бір рет ол Хамза Чимаевпен ең соңғы жекпе-жегінде, өздеріңіз білесіздер, орта салмақта, яғни 84 килограммда жұдырықтасып үлгерген болатын. Және екеуі де көп емес, яғни бастағандарына жекпе-жек серияларын. Камару Усман 2012 жылы бастаған, ал Шавкат Рахмонов 2014 жылы бастаған. Одан кейін өздерінің ең негізгі күштеріне келетін болсақ, Шавкат Рахмонов ол самбо, ММА, джиу-джитсу және панкратион мен бокстан шебер, және оның ішінде спорт шебері ММА-ден және самбодан спорт шебері. Ал Камару Усман ол еркін күрес пен боксты қатар ұстайды. Екеуінен де мықты екендігін дәлелдей алған, және бразилиялық джиу-джитсудан қара белбеу иегері. Ал рекордтарына келетін болсақ, Шавкат Рахмонов білесіздер, кіршіксіз рекордпен келе жатыр. 18-0, барлық 18 кездесудің барлығын жеңді, және барлығында мерзімінен бұрын жеңді. 8-і нокаутпен және 10-і берілумен жеңді, яғни қарсыластардың берілумен аяқталды. UFC тарихында енді ең перспективті мықты жауынгерлердің бірі, орта салмақта 6 жекпе-жек жеңіліссіз келе жатыр, және барлығында нокаутпен жеңіп келе жатыр. Бұл орта салмақ үшін, яғни жартылай орта салмақ үшін бұл кіршіксіз рекорд негізі. Яғни бұл рекордты әлі ешкім жаңарта алған жоқ. Шавкаттың бойында осындай рекорд бар. Және бұған дейін UFC-ге дейін M1 Global чемпионы атанған. Ал Камару Усманға келетін болсақ, 24 кездесу өткізген, 20-сында жеңген және оның 4-еуінде жеңілген, тең нәтиже тіркелмеген. Ал 20 жекпе-жектің 9-ын нокаутпен жеңген, яғни өзінің базалық нұсқасында, яғни бокстасу бар екендігін осыдан көруге болады. Яғни 20 жеңістің 9-ы нокаутпен, яғни соққыларының мықты екенін білуге болады. Оның біреуі берілумен, яғни сабмишн де кішкене бар екендігін көруге болады. Ал қалған 10 кездесудің барлығында
Камару Усман әрине төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен. Енді бұл жерде бір ескеретін дүние, жеңілістеріне назар аударатын болсақ, 4 жеңілісінің біреуінде нокаутпен жеңілген, яғни бұл жерде де кішігірім ойлануға болатын, яғни чемпиондық белбеуін 5 рет қорғап, 6-шы рет қорғайтын кезде Леон Эдвардстан аяғымен тепкен кезде енді құлағаны бар. Одан кейін бір рет берілумен, яғни сабмишнмен жеңіліп қалды, одан кейін 2 рет ол төрешілердің шешімімен жеңілген екен. Жалпы психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, Камару Усманның жеңіліске жету ықтималдылығы өте жоғары. Себебі соңғы 3 кездесуінде жеңіліске ұшыраған, яғни 4 кездесуінің мансабын бастаған кезде 2-ші кездесуінде жеңілген және 19 жеңіс, яғни жеңісті сериямен келе жатқанда 19 жекпе-жек тоқтамай жеңіп келе жатқан, және алғашқы жекпе-жегінде UFC-дегі 2015 жылы бастап Леон Эдвардспен алғашқы жекпе-жегін өткізген, Леон Эдвардсты төрешілердің шешімімен жеңген, содан ары қарай тоқтамай келе жатыр, және 2019 жылы UFC чемпиондық белбеуіне иегер болды, және содан ары қарай да өзінің белсенділігін тоқтатпай 5 рет UFC чемпиондық белбеуін қорғады, және сол UFC-дің басында бастаған Леон Эдвардсты жеңіп қойған еді ғой. Дәл сол Леон Эдвардс қайтадан рейтингте көтеріліп, қайтадан Камару Усманмен шығып жеңді. Жалпы қатты бағаланбаған спортшылардың бірі ол дәл осы Леон Эдвардс еді. Дәл сол кеште ол Камару Усманды жеңіп, өзінің керемет мансабына жақсы деңгейге шығарды өзінің мансабын, және содан ары қарай қайтадан бұл кездейсоқтық жағдай деп қайтадан 3-ші рет кездесу өткен болатын, және 3-ші кездесуде де Леон Эдвардс жеңіске жетті. Камару Усманда жалпы соңғы 3 кездесуінде де жеңіліс болуының бір себебі енді психологиялық тұрғыдан, жалпы орыстарда пробытие деген сөз бар, сол секілді бұл жерде осы бір үлкен Камару Усманға психологиялық жағынан ауыр болуы мүмкін. Және екінші бір үлкен фактор ол жасының келіп қалуы 37-те. Және бұл жерде енді тағы бір ескеретін дүние, бір Шафкатқа байланысты ескеретін дүние, Шафкат бұл секілді үлкен деңгейдегі, яғни бұл жерде деңгейдің әңгімесі. Бұған дейінгі қарсыластар әрине мықты болды. Томпсон бар, одан Джефф Нейл бар, мықты жігіттермен шықты Шафкат, оған ешқандай әңгіме жоқ. Бұл жерде физикалық, психологиялық тұрғыдан чемпиондық менталитеті сіңген, кішкене бойындағы сенімділігі жоғарырақ, бұл уақытқа дейін чемпион болып үлгерген, бұл атмосфераны сезіне алған мықты чемпиондардың бірі ретінде Камару Усманның психологиялық жағдайы Камару Усманға қарай ойнап кетуі мүмкін, яғни басымдық осы жақта болуы мүмкін. Сондықтан деңгейі бәрібір Камару Усманныкі жоғары. Және Шафкат Рахмонов та енді осы UFC-ге келген кезде, ол кезде Камару Усман жұлдыз еді, чемпион еді. Сондықтан сен онымен шыққың келе ме деген кезде, әрине шыққым келеді, мен оны үлгі тұтамын деген болатын. Осындай бір сұхбаты бар Шафкат Рахмоновтың. Сондықтан да бұл да бір кері әсер етіп кетуі мүмкін факторлардың бірі. Енді қай жаққа көбірек пайда беретіндігін дәл бұл оқиғалардың оны біз білмейміз. Ең бастысы бұл жекпе-жек болса екен, себебі кіммен болса да, Ковингтонмен болса да, Леон Эдвардспен болса да, әйтеуір бір Шафкат дәл осы UFC 310 турнирінде уақытша UFC чемпиондық белбеуіне шықса екен. Бар тілегім осы. Сіздер де бұл тілекке қосылсаңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал менің ойымша енді 4-ші раунд, егер 5 раундқа созылатын болса, енді 5 раунд болады ол чемпиондық белбеулер. Енді ол кезде 4-ші раундта шамамен Камару Усманды қылқындыру әдісімен немесе бір тізерлеп тебуімен Шафкат Рахмонов жеңетін шығар Камару Усманды. Менің ойым осылай, яғни төрешілер шешіміне барынша жетпейді деп ойлаймын. Жетіп қалуы да мүмкін, төрешілердің шешімімен де Шафкат жеңуі мүмкін, немесе сол соңғы раундтарда Шафкат Камару Усманның бір қателігін тауып, жақсылап тұрып сыбағасын береді деген ойым бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл пікірге келісесіздер, келіспейсіздер, оның барлығын комментарийге жазыңыздар. Ал жалпы Шафкат кіммен шыққан қалайсыздар, оны да жазып отырыңыздар.